Бателдің коанзим Q10 деген міне осындай коробканың ішінде кәдімгідей жаңағы капсула түрінде осылай 3 пластина келеді. Міне осындай жаңағы 3 пластинаңыз міне коанзим Q10 дегендеріңіз міне осындай. Осы енді өнімді мен сіздерге қысқа нұсқа айтып түсіндіре кетейін. Бұл коанзим Q10 деген ер азаматтарға да, әйелдерге де жаңағы емдік әсерді өте тамаша жағдайда береді. Бұл коанзим Q10 дегендеріңіз қазір мен сіздерге жоғарыда жіберіп отырған видеода көрсетілгендей ғалымдардың өзі дабыл қағып Нобельдің сыйлығын алған деп айтып отыр. Сонда бұл антиоксиданттық жаңағы бізге қорғаныш болып табылады екен. Бұны жаңа өсімдіктен алып отыр. Оның ішінде Алтайдың таза табиғи өнімдерінен алып отыр. Сондықтан бұл енді жас ерекшелікке қарай, жас ұлғайған сайын адамның клеткалары қайда жасушалар өле бастаған кезде бұл соны қайта тірілтіп қалыпты жағдайға келтіруге мүмкіншілікті бергізеді. Сосын кейін осы коанзим Q10-тің арқасында B6 витаминінің жетіспеушілік деген ағзада болмайды екен. Одан қалсаңыздар, бұл жерде қан қысымды тұрақтандыруға, жалпысы жаман холестерин, жақсы холестерин деген болады. Сол жаманды жойып, жақсыны жақсы қалыпты жағдайға қалдыруға, жаңағы ұсақ-ұсақ тамырларымыздан тартып, барлық жаңағы ағзадағы 12 мүшемізді айланып шыққан қан тамырларды қалыпты жағдайға келтіруге, жалпысы онкологияға қарсы тұруға, жалпысы айтқан кезде адамның күнделікті осы күйбің тірліктен шаршаған кезде, жалпысы айтқан кезде жас ерекшелікке қарай өзгеріс кірген кезде қанның құрамында глюкоза қалыпты жағдайда болуына өте жақсы ықпалын тигізеді екен. Сосын кейін жаңағы контроль веске де жақсы, яғни салмақты қалыпты жағдайға ұстауға да өте жақсы емдік әсерін береді. Себебі бұл жаңағы біздің ағзамыздағы майдың еру процестер, жалпы зат алмасу процесті қалыпты жағдайға келтіріп отырып, әйел адамдардың да жаңағы миома, эндометриоздан тартып, жаңағы киста дейсіздер ма, полип дейсіздер ма, барлық ауру сырқауына ем болады. Әрі ер азаматтардың аденома простата деген жаңағы қуғасты безінің іске деген процестерға, жалпысы жаңағы еркек күш қуаттың жаңағы төмендеу дегендерді арттырып беруге көмектеседі екен. Сондықтан шаштың күйі, тердің күйі, жалпысы тырнақтың күйінде жақсартып беретін қасиеті бар. Енді құрамы дегеніңіз қаншама шөптен, жаңағы шөптің құрамынан толып жатыр. Ғалымдар соны бір-біріне үйлесімді қылып өте жоғары деңгейде жасап шығарғандықтан бұл өнім мықты болып табылып отырғаны сол. Нобельдің сыйлығын жайдан-жай алып отырған жоқ. Ал енді еркек адамдарға келетін болсақ, жалпысы еркек адамдардың күш қуатын арттыра отырып, өмірге деген көзқарасын жақсартып, ер азаматтардан бөлінетін сперманы жаңағы өте сапалдық береді екен. Соның арқасында жаңағы балалы болмай жүрген жандар балалы болып та шыдайды екен. Ал әйел адамдарға келетін болсақ, бұл өте жақсы өзімізден коллагенімізді бөліп беретін болғандықтан біздің тердің күйін жақсарта отырып, жалпысы айтқан кезде мына жаңағы әйел адамның жатырында да бала пайда болу, оның жаңағы құрылым дегендердің барлығын жоғары деңгейде болуына мүмкіншілікті бергізеді екен. Міне осындай жаңа мүмкіншілікті бергізгеннен кейін енді оның бер жағындағы неше түрлі ауруларыңыз міндетті түрде ем шипасын алып жойылады деген сөз болып отыр. Сосын кейін жалпысы коанзим Q10-ті осы жаңағы 25 жастан бастап жаңағы жасқа өзгеріс кіре бастағанда жүректің ауруларына, мына жаңағы қан қысым тұрақсыз болып көтеріле бергенде, немесе түсіп кеткен кезде, ұмытшақ дертке пайда болғанда, мына ауыз қуыстың ауруларында, жалпысы артық салмақ болып адамның жаңағы өз-өзін жаңағы тежеу, ас-су тамаққа да жаңағы тәбетіні реттеу дегендерге жақсы көмегін тағы көрсетіп отырып, мына ішектегі микрофлораны қалыпты жағдайына келтіруіне мүмкіншілікті бергізеді. Жалпысы айтқанда, күнделікті тұрмыс тіршілікте шаршап жүрген адамдар болса, күнделікті шаршауды басады, бастың ауруын басады, ұйқысыз болып жүрсеңіздер, ұйқыны қалыпты жағдайға келтіреді. Енді жалпысы айтқан кезде өте мимен қатты жұмыс жасап отырған кісілерге бұл енді жаңағы миларыңызға нагрузка түскен кезде, яғни өте көп салмақ түскен кезде, мына ортаншы ми, кіші ми, мишық дегендеріңіздің барлығын қалыпты деңгейде қызметін атқаруына мүмкіншілікті бергізіп, мына жаңағы күш қуаттың сарпылу,
одан қалса жаңа стресс болып кету, депрессияға түсу дегеннен сақтандырып шыдайды. Жалпысы айтқанда жаңа Альцгеймер, Паркинсон деген мына жаңа умственный отсталие аурулар дейді ғой, мына жаңағы ақыл естің дұрыс болмау, жаңа ой сананың дамымау деген жағдайда да бұл өте жақсы жаңа неврологиялық ретінде ем болатын болғандықтан бұның спектрі өте сондай ауқымды болып отыр. Жалпысы айтқанда сахарный диабетпен де қиналып жүрген адамдар осы коэнзим Q10-ті ішу арқылы тұрақтандырып шыдайды. Көздің ауруына да ем болады. Жалпысы аяғым ауыр болсын, жүкті болайын деген отбасына бұл таптырмас ем, шипа болады. Сондықтан құрметті жақсыларым, осындай максималды түрде, өте жоғары деңгейде емдік әсерін беріп отырған осындай өнімді бар болғаны 8771 теңгелерге ала отырып өздеріңіз күнделікті бір-ақ капсуладан ас-су тамағыңызды таңғы асты ішкеннен кейін бар жалғастырып, жаңағы бір капсуланы бір орта стакан болсын жылы сумен жұтып ішетін болсаңыздар, нұр үстінен нұр болады. Ем болсын, шипа болсын.